Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен осындай гүл тәріздес ерекше булочкаларды дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, видео ұнаса лайк басып, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізге алдымен жылы сүт қажет, 500 мл. Одан кейін бір жұмыртқа қосамыз. Венчикпен араластырып, 4-5 ас қасық шекер қосамыз, 1 шай қасық тұз қосамыз, араластырып, одан соң бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосамыз. Одан кейін 1 ас қасық ашытқымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді біз ұнымызды електен өткізіп, бірнеше бөлікке бөліп, қажетінше салып қамыр илеп шығамыз. Қамырымыз қолға жабыспайтындай болуы қажет. Ұнды көп салып жіберуге де болмайды, қамырымыз қатты болып кетеді. Енді осындай қылып илеп, бетін жауып, жылы жерге 45 минут 1 сағаттай уақытқа қойып қоямыз. Мінекей қамырымыз өте жақсы көтерілді. Қолымызды майлап алып, қамырымызды басып, кішкене бөліктерге бөліп алатын боламыз. Шамамен 80-90 граммдай көлемде осылай дөңгелек бөліктерге бөліп шығамыз. Бөліп алынған қамырдың ортасына баклажканың қақпағын қойсаңыз да болады, және жан жағын осылай пышақпен кесу арқылы гүл тәрізді пішінді жасап шығарамыз. Одан кейін формамызға салып қоямыз. Мінекей формамызға салып алған соң, мен ортасына варенье салатын боламын. Өз қалауларыңызға байланысты салсаңыздар болады. Вареный сгущенка салсаңыздар да болады. Дайындап алған қамырымызды 20 минутқа көтеріп қоямыз. Одан кейін жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пеште 25-30 минуттай 180 градуста пісіріп аламыз. Гүл тәріздес пішінді біздің булочкаларымыз дайын. Өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.